Құрметтім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін Нәзік Жан каналы және мен Гүлжан Анарбайқызы сіздерге алдағы тақырыптың жалғасын айтатын боламын. Яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям адамдармен сөйлесуі, әдебі және тамақ ішу әдебі қалай болған, сол жайында қызықты оқиғалар мен қызықты жайттар жайлы айтатын боламын. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Жаратушы иеміз Аллах тағаланы сүйем десең, махаббатым күшті десең, алдымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббатыңды күшейт, және оның өмір жолын көр, және соның сүннет амалдарымен жүр деп айтады. Сондықтан да міндетті түрде осы амалдарды біліп, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмметі ретінде жасаған сүннет амалдарын біз де барынша жасауға тырысуымыз керек. Адамдық қасиеттері: бірінші, сөйлеуі мен күлуі. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям адамдармен сөйлесуі балдай тәтті әрі әсерлі еді. Қаз дауысты еді, сөздері анық айтатын, тіпті тыңдаушылары сөздерін жаттап та алатын. Айтқандарын көбінесе 3 рет қайталайтын, сөйлеп тұрған кезінде басын жоғары ұстайтын, ешкімге жаман сөз айтпайтын және ешкімнің сөзін мүлдем бөлмейтін. Мылжың сөз бен құрғақ сөзге әсте жоқ еді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям алғашқы жұбайы Хазіретті Хадиша радиаллаху анха анамыздың бірінші күйеуінен Хинд деген бір ұлы бар еді. Хинд сөзге мықты шешен еді. Хазіретті Хасан бір күні Хиндтен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям сөйлеу мәнері қандай еді деп сұраған еді. Ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям Аллахтың ұлылығы және адамзат ішінде болған ахуал турасында өте терең ойланып, үнсіз отыратын, қажетсіз жерде сөйлемейтін деген, сөйлегенде әр сөзді түсінікті әрі айқын айтатын, әлденені нұсқағанда қолын толық көтеретін, бір нәрсеге таң қалғанда қолын бүгіп қалатын, кейде бір нәрсені айтып жатқанда екі алақанын бір-біріне соғатын, әзілдеген кезде алдына тіке қарап кірпігін төмен түсіретін, сирек күлетін, көбінесе күлімсірейтін деп жауап берді. Кейбір риуаяттарға қарағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям ешқашан қарқылдап күлмеген. Пайғамбарымыз ашулы кезінде де, жайбарақат кезінде де әрқашан шындықты айтатын, жақсы сөйлейтін және сөзі шашырап жатқандарға ілтипат көрсетпейтін, айтпақ ойын және түсіндіретін кейбір мәселелерді астарлап айтатын. Ол үнсіз қалғанда ғана сахабалары сөз алатын. Отыру әдебі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям тізе бүгіп отырудан басқа молдас құрып, құрфуса және ихтиба әдісі бойынша отыратын. Құрфуса дегеніміз құйрықты жерге қойып, тізелерді көтеріп, қарынға түйістіргеннен кейін екі аяқты қолмен құшақтап отыру түрі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям көбінесе осылай отыруды жөн көретін. Ихтиба киімді желбегей жамылып, белдік, бөтес сияқты нәрселермен арқа мен тізені орап, жиналып отыру түрі. Бұл отыру құрфусаға ұқсайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям отырған кезінде шапанымен аяқтарын, тізелерін жауып, қолымен үсті басын түзеп қоятын. Негізінде ол осы 3 түрде отыратын. Жерді тарылтып, біреуге қиындық келтірмеу үшін көсіліп отырмайтын. Негізінде құблаға қарап отыратын, жанына келіп отырған қонақтарға арқасындағы тонын төсеп беретін, кейде қонақтарына өз көпшігін де беретін, қолдарын артына сүйеп шалқайып отырмайтын, осылай отырмауларын сахабаларына да ескертетін. Жолда жүруі. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям жолда жүргенде жан жағына қарамай, өрден түсіп келе жатқандай жеңіл әрі шапшаң жүретін. Жүргенде қадамын қысқа басатын, бірақ жылдам жүретін. Жерді аяғының ұшымен емес толық басатын, қадамын нық басып, денесін мықты ұстайтын. Жүргенде дене мүшелері тең қозғалатын, жылдам жүретін. Сондықтан жанында жүргендердің көбі қалып қоятын немесе зорға ілесіп қатар жүретін. Жолда жан жағына қарамай жүретін, бір нәрсеге немесе бір жаққа қарау керек болса, бүкіл денесімен бұрылатын.
Тамақ жеу әдебі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм дүниеге қызықпаған, толық өмір сүргендіктен тапқанын ішіп жейтін және көпшілікпен бірге тамақтануға құмар еді. Тамақ келгенде жерге тізерлей отырып бисмилля деп айтып жейтін. Мен құлмын, сондықтан құл секілді ішіп жеймін дейтін. Тамақты ыстықтай жемейтін, ондай ыстық тамақта береке болмайтынын айтып отыратын. Ыстық тамақта береке жоқ. Аллах тағала бізге от жегізбейді, сондықтан тамақты суытып ішіңдер дейтін. Тамақты 3 саусақпен, кейде 4-ші саусағын да пайдаланып, әрқашан өзінің алдынан жейтін. 2 саусақпен де жеуді ұнататын. Тамақ кезінде кейде пышақты да қолданатын. Бір күні Хазіретті Омар радиаллаху анху пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уәссәләм палузе деген тамақ әкелді. Пайғамбарымыз жеп болған соң, бұл қандай тамақ және қалай жасалады деп сұрайды. Хазіретті Осман радиаллаху анху: ата-анам сенің жолыңда құрбан болсын, ей Расулаллах. Маймен балды табаға салып, отта ерітеміз, сосын бидай үнін табаға саламыз. Бұдан кейін қатайғанша араластырамыз, сосын міне көріп отырғаныңыздай халуа шығады деп жауап береді. Расулаллах саллаллаху алейхи уәссәләм шынымен әдемі тамақ екен дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм еленбеген арпа ұнынан жасалған нанды жейтін. Қиярды жаңа піскен құрмамен және тұзбен жегенді жақсы көретін. Жеміс-жидектерден ең жақсы көретіні кептірілмеген құрма, қауын, қарбыз және жүзім еді. Кейде жаңа піскен құрма жейтін. Қарбызды шекермен, нанмен жейтін. Қауын қарбызды 2 қолымен жейтін. Құрманы оң қолымен жеп, сол қолына сүйектерін жинайтын. Жүзімді кейде бауымен аузына апарып жеген кезі де болған. Тамағы көбінесе құрма мен судан тұратын. Құрманы сүтпен бірге жеген кезінде ең жақсы тағам дейтін. Ет пен етті тамақтарды жақсы көретін. Терек деген тамақты асқабақпен жейтін. Асқабақты да жақсы көретін және асқабақ жайлы былай дейтін. Ол бауырым Юнустың көкөнісі. Ауланған құс етін жейтін, бірақ өзі ауламайтын. Ет жегенде басын төмен қарай имей, етті аузына жақындатып, тістеп жейтін. Қойдың аяқ сан еттерін ұнататын. Бақырда піскен асқабақты, сіркеге жүзімнің суы, уксус сияқты туралған нанды және әжуа құрмасын жақсы көретін. Тамақтың жоғының саусақтарымен жалап жейтінде тамақтың соңы берекелі дейтін. Саусақтарын жалап тазаламастан бұрын қолын майлықпен сүртпейтін. Тамақтың соңында игілік берген Аллах тағалаға шүкірлік етіп қолдарын жуатын. Су ішерде 3 реттен ішкенге зер салатын. Әр қайсысын бисмиллямен бастап, қамд, мадақ айтып шүкірлікпен бітіретін. Көпшілік арасында су немесе сүт ішкеннен кейін ыдысты оң жағындағы адамға беріп, оның одан әрі жалғасуын өтініп, сол жерде болған әр адамның ауыз тиюін қалайтын. Ішкен ыдысына үрлемейтін және ішіне дәмін шығармайтын. Ыдысты алыстатқаннан кейін ғана дем алып немесе дем шығаратын. Үй ішінде жас қыздың ұялшақтығынан да аса ыңғайсызданып жүретін. Тамақты тек дастархан жайылғанда ғана отырып ішіп жейтін. Ол тағамын өзі дайындаған кездерде болатын. Өте тойып жемейтін және мұсылмандардың тамақты көп жеуін ұнатпайтын. Бұл жайында былай дейді: адам баласы өз қарнынан басқа жаман бір ыдысты толтырмаған. Адамзатқа белін тіктей ұстап жүре алуға жететін бірнеше жұтымда жетеді. Егер адам баласы нәпсісін тия алмайтын болса, қарнының 1/3 тамаққа, 1/3 сусынға, ал қалған 1/3 дем алуға бөлсін дейді.